Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Айбілдаева Әсел Сәтбекқызы. Бүгін біз сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы сызықты функциялардың графиктерінің өзара орналасуы тақырыбына есептер шығару. Оқу мақсаты: сызықты функция графиктерінің өзара орналасуы, олардың коэффициенттеріне тәуелді болатын негіздеу. Балалар, өткен сабақта біз сызықты функцияның түзулері жазықтықта қалай орналасатынын түсіндірген болатынбыз. Тағы да есімізге түсіріп кетейік. Яғни y тең kx плюс b сызықты функциясының графигі екі түрлі орналасады екен. Бірінші, егер сызықтық функцияның бұрыштық коэффициенттері әр түрлі болса, түзулер қиылысады екен. Екінші, егер сызықтық функцияның бұрыштық коэффициенттері бірдей болса, түзулер параллель болады екен. Олай болса, балалар, өткен сабақты қайталап еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Сіздерге уақыт берейін. Ал уақыт кетті. Балалар, сұрақтарымызға жауаптарымызды нақтылап алсақ, жауап берейік. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Енді қатемен жұмыс жасайық. Бірінші, қандай функция сызықтық функция деп аталады? Жауабы: y тең ax плюс b формуласымен беруге болатын функцияны сызықтық функция деп атайды. Екінші, сызықтық функцияларға мысалдар келтіріңдер. y тең 1,5x плюс 2, y тең 4,1x плюс 2 және y тең x плюс 2. Үшінші сұрағымыз: сызықтық функцияның графигі қандай сызық болады? Біз білеміз, сызықтық функцияның графигі әрдайым түзу болады. Төртінші, сызықтық функцияның графигін салу үшін қанша нүкте жеткілікті? Жауабы: сызықтық функция графигін салу үшін 2 нүкте жеткілікті. Енді балалар, тақырып есімізге түссе, тақырыпқа байланысты тапсырмаларды орындайық. Тапсырма: бізге y тең 2x плюс 1 және y тең 0,5x плюс 4 деген екі сызықты функция берілген. Осы екі функцияның теңдеуінің түбірін табуымыз керек және осы екі сызықты функцияның графиктері қалай орналасатынын табуымыз керек. Уақыт кетті, балалар. Тапсырманы тез орындайық. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, қатемен жұмыс жасайық. Міне балалар, мен теңдеудің түбірін табу үшін екі функцияның оң жақ бөлігін теңестірдім. Бұдан 2x минус 0,5 тең 4 минус 1 шықты.